Мемлекеттік бағдарламаның арқасында қалалықтар көпқабатты баспаналарына жылу есептегіш құралдарын орната алады. Тың жоба 4 жылға бөліп төлеу арқылы жүзеге асады. Гүлнар Кәрібаева МИК СКО пәтер иелері кооперативінің төрайымы. Оның айтуынша тұрғындар ақшаларын үнемдеп, үйдегі жылуды өз бақылауларында ұстай алады. На сегодня 7 жилых домов везде Менің қарамағымда 7 үй. 2014 жылдан бері жылу есептегіш құралдарды орната бастадық. Нәтижесінде жылуға төленетін ақшаның 60%-ын үнемдей алдық. Бір жылдың ішінде қондырғы бағасының 50%-ын жаптық. Өте қолайлы. Жылу мен ыстық суға төленетін ақша пәтердің шаршы метріне байланысты болып отыр. Мемлекеттік бағдарламаның шарапатын қаладағы 382 көпқабатты баспананың иесі айқын сезініп отыр. Мы проанализировали. Біз өткен жылдың жылыту маусымын салыстырып мынадай қорытындыға келдік. Былтыр тұрғындар 1 шаршы метр үшін 75 теңге 82 тиын төледі. Ал жалпы шаһардың тарифі 128 теңгені құрап отыр. Бірден айырмашылығы көрініп тұр. Бағдарлама қарашаның 1-не дейін қарастырылған. Оған дейін тұрғындар бөліп төлеу акциясына ілігіп, жеңілдетілген бағамен жылу есептегіш құралдарды орната алады.